Сәлем достар, мен сіздерге Pinterest'пен қалай жұмыс жасау керектігін үйретейін. Мен сіздерге шақыру жасау жолдарын көрсетемін. Поискке кіреміз. Свободные пригласительные деп жазамыз. Міне фото таңдадық. Үш точканы басқаннан кейін скачать изображение шығады, соны сақтап аламыз. Келесі тағы фотоны да сөйтіп сақтап аламыз. Міне үш точка шықты, скачать изображение деп. Осылай сақтап алғаннан кейін қайтадан капотқа кіреміз. Капотқа кіргеннен кейін новый проект деп шығады. Новый проекттің үстін басқаннан кейін фото, видео деп тұрады. Фотоның үстін бассаңыз, жаңа скачать етілген фотоларыңыз шығып тұрады. Осы фотоны басып добавить етіп аламыз. Бірнеше фотоны добавить етсеңіз де болады. Мен біреуін добавить еттім. Текстке кіреміз. Текстке кірген добавить текст деп шығады. Мен сіздерге шақыру билет деп жазып көрсем, мысал ретінде мына жерде шрифттің ішінен кіргенде көп қазақша оқи бермейді, ағылшынша оқиды көбісі. Бірақ соның үшін таңдап аласыз. Стильге кіріп, міне отступқа кіріп, размерін, символын, символ деген жанына қарай ұзарады. Размер деген үлкейтіп кішірейтіледі. Строка деп тұр, үшіншісі, ол арақашықтығын үлкейтіп қысқартады. Міне осылай дайындап алғаннан кейін мына жерде эффект, фраза деп тұр, неше түрлі анимация да бар. Мен эффектке кіріп өзіме ұнаған түсті таңдай аламын. Осылай өздеріңіз қойып көресіз, әрқайсысына ұнаған цветін таңдайсыз. Мен мына цветті таңдадым, қазір көрсетемін. Міне осы цветті таңдап болғаннан кейін, фотошканы басқаннан кейін анимацияның ішіне кіріп, анимация қоюға да болады, қоймасақ та болады. Мына былай жоғары қойсаңыз, жай қозғалады. Төменге жылжытсаңыз, тез қозғалады. Мен орташаға қойдым. Осылай дайындап аламыз. Плюсті басып, келесі фотомызды аламыз. Баны скачать етіп қойған фотомызды. Не добавить деп бастық. Осы фотоның үстіне тағы фото қойғыңыз келсе, мына жерде наложение де бар. Соған кіргеннен кейін добавить наложение деп шығады. Осының үстіне бана скачать еткен фотоны басып добавить етеміз. Осы жаңа скачать фотоны үсті басып тұрып, мына жерде удалить фон деп тұр. Удалить етіп алғаннан кейін, мына кез келген жеріңізге қойыңызға болады. Қай жер қойыңыз келеді, сол жерге қоя аласыз. Үлкейтіп, кішірейтіп, өзіңіздің фантазияңызға байланысты жасайсыз. Осылай мен мына жерге добавить текстке кіріп, есімдерінің бас әріптерін ғана жаздым, немесе толық есімдерін жазуға да болады. Мен тек қана бас әріпін жаздым. Шрифттің ішіне таңдайсыз. Ыңғайлап. Міне, болды, дайын болды. Осылай үстін бастап, олай жылжытуға да болады. Мына жазуын үстін. Міне орнына қойдым. Келесі плюсті басып, фотоны добавить етіп алдым. Бұл жерге енді добавить текстке кіргеннен кейін отступ деген тұр. Стильдің ішіне соған кіріп, размерін келтіріп алсаңыз да болады. Үлкейтіп, кішірейтіп. Мына жерге мен құрметті деген сөзді жазып, бөлек жазып жатырмын. Бірден жазып кетуге де болады. Мен әуелі құрметті деген сөзді бөлек жаздым. Шрифтті таңдап, русскийдің ішіне кіріп, закат деген шрифтін алдым. Стильдің ішіне цветін өзгерттім. Отступқа кіріп, размерін, символын реттеп аласыз. Осылай өзіңіз қалай қойыңыз келсе болады. Міне, енді қайтадан добавить деп. Енді текст жазамыз. Стильге кіріп, жаңа айтқандай отступтың ішіне кіріп, размерін реттеп алсақ болады. Кішірейтіп алдым, өйткені жазуым ыңғайлы болсын деп.
міне осылай текстімізді жазамыз. Мына ручка тұр ғой, қара домалақтың үстінде. Соның астына төртбұрышына бүйтіп бассаңыз да үлкейеді, кішірейеді. Немесе бірден жаңа стилдің ішіне ат тұсыпқа кіріп істесеңіз де болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы солай. Осылай текстімізді жазып аламыз. Жазып болғаннан кейін тексті жазып болдық. Енді осыны стилдің ішіне кіріп, ат стопқа басып, размерін келтіреміз. Міне, қолыңызды көтеріп отырасыз. Енді символға, екіншісі символ былай жанына қарай ұзартады, қысқартады. Үшінші строка ара қашықтығын реттейді. Ара қашықтығын реттеп алғаннан кейін анимация қойғыңыз келсе қоясыз, қоймайым десеңіз де болады. Егер құрметтің сөзіне анимация жүргізетін болсақ, құрметті деген сөздің үстін басып тұрып, анимация кіріп, осылай жүргізіп қойуыңызға да болады, немесе қоймауыңызға да болады. Өзіңіздің идеяңызға байланысты. Плюсикті басып, келесі фотоға кіреміз. Фон деп тағы келесі фонымыз мекен-жайы туралы ақпарат береміз. Осылай дайындап болған стилдің ішіне кіріп, цветін өзгертіп қойғанмын. Стиль ат стопқа кіріп, размерін реттейміз. Символын, строка ара қашықтығын бәрін реттеп аламыз. Осылай қолмен тартып, міне түсін өзгертсеңіз де болады. Эффектке кіріп. Енді мен анимация қоям. Міне жайға қойып қойдым. Осылай біздің шақыру билетіміз дайын болды. Енді сақтап қоямыз.